Барлығыңызға сәлем, құрметті қыз келіншектер, сіздермен Айдана. Бүгін мен сіздерге пюре жасаудың ең оңай жолын көрсетемін. Дәмді болады. Ал міне мен пюремді, картошкамды тұз қосып қайнатамын. Одан соң пюреміз піскеннен кейін картопымыз, оны үстіне тұз қосамыз. Өздеріңіз дәміне қарай көресіздер. Тұзымызды қосып болғаннан соң майымызды саламын, сары май. Кәдімгі кез келген майды алсаңыздар болады. Сары майды салғаннан соң қазір сүтімізді қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Ал араластырып болғаннан соң пюремізді формаға салып, тағамға береміз. Астарыңыз дәмді болсын, тіркеліп кетіңіздер.